Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бірінші сыныптың математика сабағы 128-ші сабақ. Бірінші тапсырмадан 5-ші тапсырмаға дейін бірге қарастырамыз. Сабақтың тақырыбы геометриялық фигуралар. Фигураларды бейнелеуді және олардан композициялар құрастыруды үйренесің. Бірінші тапсырма көркем гимнастика сабағы үшін әртүрлі құралдар керек. Бұл құралдар қандай геометриялық фигураларға ұқсайды? Яғни бірінші қыз бала бізде қолында шығыршықтар бар да, бұл дөңгелек шеңбер. Геометриялық фигураларға жаңа дөңгелек фигурасына ұқсайды. Екінші қыз баланың қолында жаңа таспалар тұр. Осы таспа арқылы олар түрлі жаңа қимылдар көрсететін болады. Таспасы өте ұзын, жаңағы өзінің көркем гимнастика бойынша өнерін көрсетіп жатыр. Үшінші қыз баланың қолында да жасыл түсті шығыршығы бар. Төртінші қыз балада да осы гимнастикаға қатысты өзінің құралы арқылы өзінің өнерін көрсетіп жатыр екен. Келесі біздерде астында бірнеше таспалар берілген. Жасыл, қызыл, көк таспа. Сызғыштарымызды алып, осы таспаларды өлшей қояйық. Жасыл таспа бізде 8 сантиметрге тең екен. Қызыл таспа 6 сантиметр, ал көк таспа 10 сантиметрге тең екен. Екінші тапсырмаға қарайық. Екі әртүрлі құралды таңдаудың қандай нұсқалары бар деп сұрайды. Әртүрлі нұсқалары біздерде бұл жерде көркем гимнастикада қолданатын құралдар. Жаңа көк пен қызылды аламыз, көк пен көкті аламыз, және көк пен күлгінді аламыз. Қызыл мен қызыл, қызыл мен көк, қызыл мен күлгін, жасыл мен қызыл, жасыл мен көк, жасыл мен күлгін аламыз. Яғни біздерде 9 нұсқасы шыға келді да. Бұл жерде заттар әртүрлі, жаңа тігінен тұрған заттар басқаша, ал көлденен тұрған біздер таспалар басқаша екен. Сондықтан 9 нұсқасы шыға келді. Келесі тапсырма ұзындығы 3 см болатын кесіндісіз, одан 3 см ұзын кесіндісіз дейді. Бұл жерде ұзындығы 3 см кесінді дәптерімізге сызып аламыз. Одан кейін оған 3 см-ге 2 см-дің қосындысы 5 см. Тағы да сол кесіндің астынан 5 см сыза қоямыз. Келесі төртінші тапсырма Марат есепті шығар дейді. Марат 8 дециметр ұзындыққа, ал сырым одан 2 дециметр алысқа секірді. Сырым қандай ұзындыққа секірді? Есеп не туралы? Марат пен сырымның ұзындыққа секіргендіктері туралы. Не белгілі бізде? Марат 8 дециметр және сырым одан 2 дециметр артық секіргендігі белгілі. Енді есептің сұрағына қандай сұрақ бізде? Не белгісіз? Сырым қандай ұзындыққа секіргендігі белгісіз. Сырымды табу үшін біздер Марат 8 дециметр, сырым белгісіз 2 дециметр артық деп қысқаша белгілену құрып алатын боламыз. Сосын барып 8 мен 2-ның қосындысы 10-ға тең. Яғни жауабында сырым 10 дециметр ұзындыққа секірді деп көрсететін боламыз. Келесі 5-ші тапсырмада сен зерттеушісің. Балалар фигураларына аппликация жасады. Әрбір аппликация үшін қанша толық шаршылар қажет болды? Яғни мына жерде үшбұрыштар тұр, бірақ біздерде бір шаршының тең ортасынан бөлетін болсақ, 2 үшбұрыш шыға келеді. Яғни мына жерде бірінші тұрған аппликация, таспақаның аппликациясын жасау үшін 8 толық шаршы керек. Ортасына 4 толық шаршысын салады да, ал қалған шаршыларды тең ортасынан бөліп үшбұрышқа айналдырады. Бір шаршымыздан 2 үшбұрыш шыға келетін болады. Келесі аппликациясын жасау үшін 5 шаршы, одан кейін мысық жасау үшін 7 шаршы, одан кейін 6 шаршы, балыққа 6 шаршы және соңғы аппликацияға 5 шаршы қажет болған екен. Аппликациялардың қалай шыққандығы сіздерге түсінікті болды ма? Яғни бұл жерде бірнеше шаршыларды қиып аламыз және сол шаршыларды кейбіреуін толық жаңағы желімдейтін боламыз, ал кейбіреуін үшбұрыштарды тең ортасына, жаңағы толық шаршыларды ортасынан кесу арқылы 2 үшбұрышқа айналдырамыз. Міне осылай түрлі жаңағы мүсіндерді шығаруға болады екен. Аппликацияларымызда бірнеше бейнелерді көріп тұрсыңыздар. Құрметті оқырмандар, біздің каналымызда тапсырмаларды бірге орындау сіздерге түсінікті болған болса, каналға тіркеліп өз көмектеріңізді беріңіздер. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.